Бисмиллахиррахманиррахим. Шариғатта терминалмен жұмыс істеу харам ба? Салауат. Бұл сұрақта терминал саудасымен айналысса бола ма деп тұрса керек. Яғни терминалды әр жерлерге орнықтырып, солдан пайда түсіру мәселесін сұрап тұрса керек бұл сұрақта. Бұл жайында жазған жазбамызда бар, дегенмен қысқаша айта кетелік. Жалпы терминал бизнесмен айналысудың ешқандай күнәсі жоқ. Мұндағы алынатын комиссия қызмет ақысы болып есептелінеді. Бірақ мұнда да айлакерлік, біреудің ақысын жеу, немесе жаңағыдай алдау деген сияқты дінде харам болған нәрселерден аулақ тұрған дұрыс. Және ең бастысы терминалдың қызмет көрсету сапасына да аса мән берілген дұрыс болады. Өйткені кейбір терминалдарда ақша жеп қойып жатады, немесе салған ақшаңыз бір-екі күннен кейін бірақ түсіп жататын кездер болады. Міне осындай нәрсеге осындай қолайсыздық тудырмауды терминал иесі жаңағыдай қадағалауы тиіс. Өйткені пайғамбарымыз не дейді? Жеңілдетіңдер, ауырлатпаңдар дейді. Және осы жерде мынаны айтпай кетуге болмайды. Терминалдарда Олимп сияқты құмар ойынына жетелейтін бағдарламалар бар. Міне осындай бағдарламаларды мұсылман кісі өшіртіп тастау керек, немесе бұғаттатып тастау керек, яғни блокировкаға салып. Өйткені құмар ойынның қай түрі болмасын ислам дінінде харам. Ал енді әлде біреулердің осындай харамға баруына мұсылман кісі себепкер болмауы тиіс.